Мен қыз-келіншектерге жолым болмай-ақ қойды. Сәл сөйлескен соң қырсығып сөйлеспей қояды. Содановдан жаңа аккаунт ашып, жасымды 42 деп көрсетіп, қатындармен танысып көрдім. Бірінші танысқан әйел 49 жаста, бойы 160 болды. Бірден ханым боласың ба, астыңның дәмін көрем деп сөйлесіп, өзіме баурап алдым. Ол да кет әрі емес еді. Көп сөйлесіп, ақыры соңында өзімнің 42 жаста емес, 23 жастағы жігіт екенімді айтқанда, сәл ренжігендей боп сөйлеспей жүрді. Кейін қайта сымсы жазыстық. Содан не керек, видео звонок арқылы бір-бірімізді көрдік. Ол түрі солғындау келген, сұлу емес, көзі көкшілдеу әйел екен. Ол мені сынай қарап отырды. Сәбсен баласың ғой деп қояды. Әңгіме болсын деп шалы жайлы сұрадым. Ол ешқашан күйеуге шықпағанын айтты. Әңгіме барысында оның кездесуге келіскенін түсіндім. Не болса да әйел ғой, бір айдап алайын деп ойладым. Содан кездесу уақытын кешкі 18:00-ге белгіледік. Қонақ үйге тапсырыс беріп, жеміс-жидек, сусын, шырын, торт сатып алып бөлмеге келдік. Бөлмеге кіріп, есіктерді жауып, киімдерімді тастап, жуынуға, душқа түсіп, орамалға оранып, сыртқа шықтым. Әйел орамалмен оранып, душқа түсуге өз кезегін күтіп отыр екен. Ол душқа кірді, мен төсекке келіп киімсіз жаттым. 1-2 минуттан кейін ол да орамалға оранып шықты. Мен орнымнан тұрып оған жақындадым. Ол жарықты өшіруді өтінді. Жарық өшкен соң қалың перделі бөлме қараңғы болды. Оның сүлгісін алып құшақтап сипап бастадым. Оның терісі ғажайып нәзік, өте тәтті сезілді. Екеуміз де ақырындап қыза бастадық. Тіліміз айқасып жатты. Шиелерін, бөксесін сипалап жатып, қан жарым тік көтерілді. Әйел оны сезді де, төмен түсіп, балапанымды ұстап, аузына салып керемет әрекеттерге кірісті. Оған бұлай ұзақ шыдай алмайтынымды айттым. Ол күліп, уайымдама деді. Көп өтпей мен ләззатқа беріліп, оның аузына қою айранымды төгіп тастадым. Ол керемет алды. Мен мұндай жақсы алуды бірінші рет сезінген едім. Сосын менің дорбаларымды жалады. Сосын ол жалайсың ба деді. Мен оған 69 көрейік дедім. Ол менен дәмін көруімді өтінді. Мен оны ақырын істеп, ол ыңылдап, тез арада тынысы тарылып, дірілдеп, тынышталды. Мен оның жағдайын сұрадым. Ол көптен бері өзін бұлай жақсы сезінбегенін айтты. Осылайша біраз үнсіз жаттық. Бір-бірімізге бетіміз ашылып, біраз сөйлестік. Сосын мен шамды жағып оның жанына барып, төсекте тізерлеп отырғызып, балапанымның аузына салдым. Ол рахаттанып, мен оның аузынан қан жарымды суырып, 4 аяқтап тұруын. Ол 4 аяққа тұрып, маған басқа тесікке кіргіз деді. Мен оған барлық жерімді көргім келеді деп жауап бердім. Алдымен менің сайманым оның алдына кірді. Сосын күш жұмсамай артына кіргіздім. Ол тоқтамауымды сұранды, содан кейін ол дірілдеп құлады. Содан кейін ол басын бұрып, менің қан жарымды мұқият сора бастады. Мен оны көп күттірген жоқпын. Мен оның аузына із-түзсіз бәрін ағыздым. Сосын 5 минуттай жатып, біз орындықтарға отырып, жемістер мен торттарды жей бастадық. Ештеңе болмағандай әңгіме дүкен құрып отырдық. Ол маған 27 жастағы қызымен келесі айда мектепке баратын бір немересі бар екенін айтты. Қазіргі әжелерің оңай емес.